Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге мына бір ютубтан бір кісі жазған маған, осылай тапсырыс жасап бересіз бе деп. Сөйтіп осы бірнеше зат алды, яғни бірнеше зат алып, осы тауарларға тапсырыс бердік. Ол кісі маған тауарлардың тізімін жазып берді, осылай қанша штук, қандай размермен алу керек екен. Қазір осыны біз немен бірақ корзинаға барлығын салып, бірақ тапсырыс береміз. Яғни бірақ корзинаға арқылы төлем жасап тапсырыс беретін боламыз да. Қазір маған осылай WhatsApp-пен барлық тауарларын таңдап, өздері аты жөнін жазып жіберді, яғни тауардың атын жазып іздейтіндей. Сосын қазір маған осы тауардың аты жөнін жіберді, мен копировать етіп, ар жақтан іздеп, әр қайсынан копировать етіп, вставать етіп, тауарларды таңдап жатырмын да. Мысалы, мына сумкадан екеу заказ беру керек деген да. Қазір іздейміз, мына шықты. Мына қазір осы біреуін заказ береміз, біреу деп белгілеп, корзинаға саламыз. Міне ары қарай осылай корзинаға сала береміз. Мысалы, бір сумкадан екі түрлі сумка алу керек болса, екі түрлі, яғни қара, бір ақ. Екеуін отдельно, біреуін қарасын бірінші корзинаға салып аламыз, бір деп таңдап, ағын таңдап, сосын онда бір деп таңдап, солай корзинаға салып тапсырыс бере аламыз. Ал егер ақ түсінен екеуі зат тапсырыс беретін болсаңыз, онда екі деп жаза саласыз. Түсініңіздер ғой? Міне қазір аяқ киім тапсырыс беріп жатырмыз. Мысалы, осы жерде ақ түстен екеу деп тапсырыс берсеңіз болады, бірден. Не болмаса, егер сіз ағынан и сарысынан алатын болсаңыз, ағын бөлек бересіз, и сарысын бөлек бересіздер. Қазір барлық тауардан осылай таңдап тапсырыс беріп жатырмыз. Мысалы үшін бұл жерде көріңіздер, ағынан екеу тапсырыс беру керек болды да, бұл кісіге. Сонымен екеу тапсырыс бере аласыздар. Осылай корзина арқылы барлығын корзинаға сала аласыздар, тапсырыс беретін. Сол корзина арқылы бірақ төлем жасаймыз қазір. Қазір мен барлығын корзинаға сала алайын. Сосын төлем салып болғаннан кейін барлығын сосын ары қарай корзина арқылы бірақ төлем жасайтын боламыз. Сосын бізде Таобаода 16 Таобаода 10 магазиннен артық корзинаға салып төлем жасай алмайсыз. Яғни максимум 10 корзина. Яғни 10 магазин болу керек та корзинада. Егер 11 магазин болса, уже 11-ші магазинге төлем жасай алмайды. Тек қана сол 10 магазинға төлем жасай аласыз. Қазір менде 10-ға жетпейді. 8 магазин ба сондай. Сол 8 магазинге тапсырыс беретін боламыз. Қазір осы сумкаларды қазір таңдап алдық, бір-біреуден. Осы бір-біреуден таңдап, корзинаға сала береміз осылай. Мына жерде AirPods дейді, AirPods'ты осылай таңдаймыз. Қазір іздеп көрейік. Бірінші тұрған. Шықты. Осыны қазір бір-біреуден, яғни екі түрі бар екен, мына жерде көріңіздер, AirPods Pro и AirPods 1-2 деген. Соның екеуінен бір-біреуден заказ беретін боламыз. Мына қараңыздар да, AirPods таңдадық. Бір-біреуден, жоғарыдағыдан біреу, астынан біреу. Осы корзинаға салып аласыздар, болды, ары қарай екі түрін заказ бірден бере бересіздер. Ал 16-8 олай емес. 16-8-де бір магазиннен бірақ тапсырыс беруге болады, бірнешеуін. Ал бұл жерде осылай ретретімен бөлек-бөлек қылып корзинаға салып, сосын бірақ тапсырыс бере аласыз. Осылай тапсырыс береміз корзина арқылы. Енді бұны оптым алатындарға, яғни бірнеше тауар алуға алам деп жүрген адамдарға ыңғайлы да бұл. Осылай тапсырыс берген. Қазір бәріміз тапсырыс береміз. Қазір мен барлығын корзинаға салып алайын. Сосын ары қарай төлемді көрсетемін.
міне болды, салып болдық. Енді жоғарыда тұрған корзинаны басамыз. Міне корзина кірген кезде міне осылай корзинаға салынған бүкіл тауарлар тұрады. Осыларды біртіндеп белгілеп шығамыз. Бәрін белгілеп шығамыз осылай төлем жасау үшін. Бәрін белгілейміз. Қанша штук, бағасы барлығы тұр, жазылып тұрады. Осы таңдап шығамыз. Сосын қазір жалпы бағасы қанша болды? 453 юан 60 копейка болды да. Осылай корзина арқылы оптом бірақ төлем жасап тапсырыс беруге болады. Міне көрдіңіздер, осы көрініп тұрады. Төлеу деген басамыз. Төлеу деген басқаннан кейін бізде адрес шығады, адрес тексеріп аласыздар. Барлығы дұрыс болса, бағасын тексересіздер. Бәрі дұрыс болса, ары қарай төлемді жалғастырамыз. Астында тұрған қызылды басамыз, төлеу дегенді. Міне картамен көрініп тұр, виза деп ше. Қазір төлем жасаймыз енді. 455.97 жалпы сома. Жақсы шешіліп жатыр. Болды же, төлем жасалды, көрдіңіздер. Бүкіл тауарға бірақ төлем жасай салдық. Осылай төлем жасап, оптом алатын болсаңыздар, осылай корзинаға салып, бірақ төлем жасауға болады осылай. Міне қазір мына жерде 9-ға көшті, көрдіңіздер, 9 зат сатып алдық. Яғни 9 затқа төлем жасадық. Міне көрдіңіздер, 9 деп тұр мына жерде. Енді егер доставка уже көшкен болса, уже сіздің затыңызды салып жүрген болса, уже мына жерде 9 деген сан 1 деген жерге көшеді бәрі. Сол кезде сіз затыңыз жолға шықты деген сөз.